Сол Ақбаян мен күйеу балаңыз туралы айтыңызшы, сіз араласасыз ба олармен? Ақбаянмен араласып жүріп, қалада жүргенде үйге қонаққа шақырады, кейде барып кетеміз, кейде сұраймыз, кейде мен әйелімді көріп қалатын даладан. Қаланың іші ғой, автобуста бірге жүреді. Сонда араласып жүріп, бір барып кетті. Бірақ күйеу бала сондай өзі тұйық адам енді. Көп ешкіммен араласпайды, көп сөйлемейді. Бірге үйге барған кезде де бір столға отырып бірге тамақ ішіп, ондай бір несі жоқ. Сондай бала. Ауылға да бір-екі келіп кеткен бала ғой. Ондай нәрсе шығады деп одан бір шын айтқанда ойламадық та, бірақ енді осылай деп келген кезде енді ақпараттар естіп жатсыздар, өздеріңіз көріп жатсыздар, шығарып жатыр қазір. Қайда жүргенін де біліп отыр қазір шын айтқанда. Кеше Атыраудағы апаңыз кішкене анау қарындасыңыз Ақбаян мамасынан алшақтап жүрді деді. Себебі неге мына 5-ші баланы босанар кездің алдында қарындасымыз қолқасына салқан тиіп ауырып қалды деді. Осы себеп болуы мүмкін ба? Есінен жоғалған ғой, память жоғалтқан. Жоқ, қарындасыңыз бен күйеу балаңыз қандай да бір қарызға кіріп, қиналып жүргендерін естіген жоқсыздар ма? Қаншадан, мысалы, Наурыздан сұраймын, Түркияға апарып емдетіп келді, Наурыз бірге барып келді. Мамалар да айтып жатады. Кімді емдетіп келді? Ақбаянды. Сол кезде мен жазғам оларға. Аман-есен жеттіңдер ма дегенде, иә жеттік деді. Бұйырса келеміз дегенде, ем қалай болды деген, бәрі жақсы, тек ем алу керек, система салу керек, укол салу керек, кішкене әлсіреп қалған, неден кейін көп қан жоғалтқан, не деп, ішінде бала бар еще әлі, дүниеге келмеген. Сөйтіп айтты деді де, олар 14 күні через Ақтау Атырауға келді емнен. Сосын мен сол кезде сұрағанда, ақша бірдеңе көмек керек емес па, балдар болса шығайын Турцияға, қазақтар бар ғой, қанша жақындасып көмектесін деген жоқ, күйеу бала ешкімнен көмек сұрап отқан жоқ, өзінде ақша бар деп айтты. Сосын мен де бір сөзінде Наурыз айтып қалды, осы күйеу бала білмеймін, ақша қайдан табатынын, әйтеуір ақшамен жүреді деп айтты. Наурызбен қарындасы ма ол? Ақбаян қарындасы ма? Олардың араласы, күйеу баламен араласы туралы білесіз бе? Жақсы болды ма? Жақсы қарым-қатынаста болды. Себебі мен қанша Наурыз қалада келеді, именно сол үйде бола ма Наурыз? Неге барасың деп айттым, бір сөзінде айттым Наурызға. Енді ерлі-зайыптылар неге бөлек тұрмайсың, бірге барасың дегенде, көмектесіп жүрмін деді, қарындасын дәрісін беремін. Күйеу бала жұмысқа кетіп қалады, таңертең келейін деп айтып жүрді. Соның қасында бірге боламын. Наурыз сол үйде болады көбіне. Көмектесемін, дәрісін беремін. Сол жұмыс жасамай бір уақыттарда сол жақта жатып қасында қарасып жүрді ол. Кейін ауылға келді қайтадан. Осындай қалаға кеткеннен кейін сол таба алмай қалыптық қой осы кеткеннен. Мұқанғалиевті көмген шұңқырдың бетін ашу арқылы сонда салып қарабалының өрдесін сонда жасыруды жоспарлаған. Осы адамды аса қатыгездікпен қарсы қасақана бірнеше рет қазаға ұшырату болып табылатын қылмыстық құқықбұзушылық пиғылын нәтижелі түрде орындалғанына көзі жеткен Сәрсенғали